бұрын теледидарда комментарий жазылмайсың, тіпті жақсы болды. Ол жерде лайк басасың, немесе ұнамаған адамға жаз жібересің, кім не жазып жатқанын тексеріп жатқан адам да жоқ ол жерде. Бірақ менің осы жерде бір айтарым бар. Ол айтарым бар нәрсе бір-бірінің шекарасына өтпеу керек. Мысалға біздер дінтанушы, исламтанушы теологтармыз. Егер діни бір сұрағың болса, сол маманнан сұраған дұрыс. Алла тағала Құран кәрімінде де айтады: «Уәсәлу әхлә зикри ин кунтум ла та'ламун». Егер сіз бір мәселені білмесеңіздер, сол мәселені ең жақсы білетін маманнан барып сұраңыз дейді. Мысалға мен құрылыс жасағым келсе, имамнан барып сұрамаймын. Мен мысалға денсаулығымда бір кінәрат бар болса, мен спортшыдан барып сұрамаймын. Медицинаның хас маманына барам. Құрылыс жасағым келсе, бірнеше жыл тәжірибесі бар маманға барам. Ал блогерлер, ақын жазушылар, спортсмендер кейбір кезде біздің полемізге кіріп кетеді. Мысалға мен қазір исламтанушы имам болып отырып, спорт туралы әңгіме айтсам, маған жұрт айтады: сен не шаруаң бар, өзіңнің жұмысыңды білсейші дейді. Сол үшін менің негізі айтарым, сіздер қисса, оқиға, әдемі мағынасы бар әңгімелерді айтыңыздар. Оған ешкім сізді жаңағыдай құрықтай алмайды. Бірақ та пәтуа беруге араласпау керек. Ол өте маңызды нәрсе.